Қайырлы күн, бүгін біз баршаңызға ұнайтын манты тағамын дайындайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқамызды ұнымызға салып, тұзды суымызды құйып, қатты қылып қамыр илейміз. Қамырымызды салафанға салып, иін қандырып 10 минут демалдырамыз. Тартылған етімізге асқабағымызды жуа, тұз бұрышын салып, жақсылап араластырамыз. Иі қанған қамырымызды жайып, дайын болған салмамызды салып, мантымызды түйеміз. Қайнап тұрған суымызға противеньге орналастырып, 30 минут пісіріп аламыз. Егер де менің дайындау әдісім ұнап жатса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын.